Сәлем достар, бүгін сендермен мен Асқаров Намқасан, қазақша бейне сабақтар арнасы. Және бүгін сендерге көрсететін сабағым ол қалай компьютердің тілін ауыстыру. Компьютердің барлық компьютер деген сияқты. Сонымен қазір ауыстырып қойдым. Мысалы қараңыз, құжаттар, суреттер, музыка дегендер бәрі қазақша анықтама дейді, жұмыс аяқтау дейді. Барлығы қазақшада болсын, қалай аударуға көрсетемін. Ең бірінші бізге керек ол нет. Қазір сізге сілтемесін көрсетейін. Нет сызықша сізге көрсетейін жасап. Мен интернет қосылмаған, сонда қазір көрсетеміз. Қосып жіберейін. Міне қосылды. Енді кіруге болады. Міне нет сызықша bob.usus.com. Осыған кіреміз. Бірден мұнда жазылып тұрады. Каталог файл теңге кіреміз. Және программа для Windows деген. Программа для Windows теңге кіреміз. Сосын бізге керек ол визуализатор деген. Осыны бірінші скачать етіп аласыздар. Бірақ скачать етіп керегі жоқ та. Бірден мұнда өзіңіздің пускты басып тұрып, пуск екеуін бірге, R мен пуск екеуін бірге басқан кезде не шығады? Жего деп алып тұрмын, менде орысшасы полник деп алып тұршады. Сол шығады, сосын ол жерге мынаны жазасыз. Қазір мен сізге көрсетемін. Мұнда мәтінді құжат, жаңа мәтінді құжат. Сосын міне блокнотқа жазып көрсетемін сіздерге қалай. Көріп тұрсыздар ғой да? DXDIAG. Осыны жазамыз анда, сосын окейді басамыз. Талмасын, окейді басқан кезде қазір бізде осы не ашылады, средство диагностики. Сосын осында бізде жазылып тұрады. Операционная система Windows 7, максимальная 32 разрядный 6.1, сборка 7601 деп жазылып тұрады. Менде 32 разрядный, а сіздерде болуы мүмкін 64 немесе 32 болуы мүмкін. Сосын мұнан жаттап аласыз 32 разрядный дегенде, немесе 64. Сосын жаңағы сайтты ашасыз, мұнда скачать языковые пакеты для Windows деп жатыр. Для 32 бит, мұнда Vista рядом деп жатыр. Егер сіздерге 32 бит болса, сіздерге для 32 бит Windows 7 жаңа жазғанымызды осыны басып аламыз. Осыны басқан кезде бірден скачивание не басылады, жүктелу басылады мұнда. Сосын жүктелу басылған соң Ctrl-J мен басқан кезде неңізде осы тұрады. Мынаны скачать етіп алдым. Жаңа біз қазақша нені скачать еттім да. 32 бірінші мынаны басамыз. Сосын мұнда бізде мынау ашылады. Скачать 32 битный языковые пакеты для Windows 7 деген басылады. Ашылады. Осыны ашқан кезде бізге нелер шығады? Қазақша, мысалы арабский, болгарский, тайский, китайский, чешский, датский деген языктар шыға бастайды. Осының үстіне өзіңізге ұнаған тілді таңдаласыз. Бізге мысалы керек ол қазақша тілді. Қазақша тілі қазір мұнда болу керек. Сіздерге көрсетемін. Жоқ, мұнда жоқ қой. Қазір басқасына кіріп көрейік. Мұнда жоқ сияқты. Осыған емес 32 бит Windows 7 деген беріңдер. Осыған кіріп көріңіздер. Осы жерде болу керек. Міне бар екен. Казахский язык. Міне. Осыны аламыз, басқан кезде бірден скачивание басылады, жүктелу басылады. Сіздер осындай не ашылады. Осыны ашқан кезде таңдайсыз, орысша отырады сіздердің іші. Сосын это язык уже менде установление деп тұр. Сосын мұнда сізге установить етілмей тұрады, ең бірінші қазақша деп жазып тұрады. Қазақстанды басасыз. Сосын далені басып отырып, келесіні басып отырып, далені басып отырып, өзі күте тұрасыз. Сол кезде сізде не болады? Өшіріліп, перезагрузка болады. Өшіріліп, қайтадан жағылады. Неміз
перезагрузка деген сеансты аяктоо деби мүмкүн, сол болуу мүмкүн, сонун эмне болуу мүмкүн. Сону иштетет, сол кезде кайтадан сиз нени ачасыз, компьютерди ачкан кезде сизде баардык не ауысып турат. Казакчага болсо мисалы бизде эмне ауышыптыр, жергиликтүү диске деп. Сону менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аякталды. Сау саламатта болуңуздар, кош сау болуңуздар, аман болуңуздар.